Сәлем болашақ, сәлем 30 жасар Макс. Мен сенің 2016 жылғы, яғни 20 жасар версияң. Сен көп нәрсені ұмыт кетуің мүмкін деген оймен, мен осы видео жолдау түсіріп отырмын. Макс, ең басты айтатыным, сен осы универдің ең бетке ұстар жігіті болғаныңды ұмытпа. Ал мынау сенің ең жақын досың Дастан. Біліп тұрмын, 2036 жылы бұл жігіттің түрі қалай айтсам екен. Қысқасы менің атама ұқсайды. Бірақ дәл қазіргі сәтте бұл жігіт менен кем түспейді. Дастан, болашақ Дастан қайтарың бар ма? Дастан, болашақ Дастанға не айтасың? Максаға бастадың ба? Тағы? Түсінбедім. Осындай қылықтарыңды айтам. Мен мұндай бірінші рет түсіріп отырмын. Бірінші курста форсажын жалғасын түсірім деп, әкең машинасын соғып алдым. Екінші курста паркур жайлы видео түсірем деп, екі аяғын бірден сындырдым. Ал осыдан жарты жыл бұрын пранк түсірем деп, Оразымбетовтен оңбай таяқ жедім. Мүмкін болашақ Максқа тыныштық берерсің. 30 жасар Дастан, болашақта осы сөздерің үшін қатты өкініп отырған шығарсың, бірақ мен сені сонда да кешірем. Света! Блин, Макс! Ал мына қыздың аты Айжан. Бұл қыз жайлы айтарым, жалпы бұл қыз жайлы толыққанды мағлұмат бере алмаймын. Бірақ бір білерім, Айжан біздің Дастанға ғашық. Ал Айжанға Дастан қандай көзқараста екен, оны Дастанның өзінен сұрайық. Дастан, нені суретін салып отырсың? Ештеңе. Сол баяғы шұғылама. Болмайтын нәрсені армандай дегесін сенде. Ал менің ойымша Дастан, саған тестостерон жетіспейтін сияқты. Құрдан камераңды, айт сәніктен лақтыр жүрім. Құрметті 70 жасар Сидуал ағай. Сіздің ерте алжып кетуіңіздің себебін енді түсінген боларсыз. Осылай керек емес кезде нервіңіз тауыстығансыз ғой. Саламатсыз ба ағай? Туған күнмен Дастан, армандарың орындалсын. Торт түрлі. Әлемдегі ең күшті футболист, Златан Ибрагимович. Ұтылдың. Енді сен біздің сұрағымызға жауап бересің. Жарайды, мен дайынмын. Бағанағы торттағы шамды сөндіргенде, қандай арманның орындалуын тіледің? Мен білем Дастанның асқақ арманы. Макс. Біздің Дастан солтүстік полюске бар. Шоланы көруді армандайды. Дастан, онда сен мен сіңілерімді алып кетуді ұмытпа. Мен сон армандайым. Шұғыланы көруді армандайым. Сендер біле білсеңдер, әр адам өз жүрегін қалау болады. Мүмкін сендер үшін ол қымбат көлік немесе сол сияқты ұсақ түйек шығар. Ал мен нағыз сұлулықты көргім келеді. Сендер оны байқай алмайсыңдар. Рахмет, ерекше туған күн болды. Дастан. Не болды? Қалайсың? Жақсы біздің. Қандай сабақ? Философия. Жазып ал. Ручка бар ма? Я?
міне мына жерден бастап көшіріп жазып ал. Бүгінгі біздің бас кейіпкеріміз Дастан деген жігіт. Ал Дастан, Айжан қызымыздың сізде көңілі бар екен. Бірақ оны сізге білдірте алар емес. Дастан мырза, Айжан қызымыз сізге ұнайды ма? Макс, жетер болды. Әлде ұнамайды ма? Дастан мырза. Жаурады көңіл, жаныма үңіл, байқадың ба? Қысылды өкпем, жұлдызды көкпен, мені алда жыраққа, мені жыраққа. Так, келесі. Дастан! Дастан! Не? Кешірші мені. Не керек саған? Кешірші мені. Мен саған жай бір деп айтып келген Не едім. айтпақшы едің? Кешірші. Кешірші мені. Мен саған... Не айтпақшысың? Неге менен алшықтап қоймай қойдың? Yes! Так, келесі. Қалай болды? Нормально болады. Салмасы ба? Үнін тыңдап көр, жүрегімнің бір түрлі. Жайын ұғып көр, жағдайымның күлкілі. Байқама. Көлеңкең болайын, енді не қылайын, айтшы маған өзің. Өзіңнен қалмайын, қатемді жуайын, кешір мені күнім. Қатыгез болма, сабыр сақта, асықпа. Тек нүкте қойма, сала берме ашуға. Байқамайсың мүлде, көрінбеймін әлде көзіңе. Естімейсің мені, жауап қатшы енді сұранайын. Көлеңкең болайын, енді не қылайын, айтшы маған өзің. Өзіңнен